Сәлематсыздар ма оқушылар? 5-ші сынып математика сабағы. Сабақтың тақырыбы теңдеу. Теңдеу дегеніміз не? Құрамында әріппен белгіленген белгісіз саны бар теңдікті теңдеу деп атайды. Енді 104-ші тапсырмаға қарайық. Яғни теңдеулерді шеш. X қосылған 23 тен болады 41. X тен болады 41-дің 23-тен айырмасы. X тен 18. Екінші, 36 қосу Y тен болады 74. Y тен болады 74-тің 36-дан айырмасы. Y тен 38. Үшінші, 85 қосу Z тен болады 97. Z тен болады 97-ден 85-тің айырмасы. Z тен 12-ге. Төртінші, бесінші, алтыншы теңдеуді және 7-ші, 8-ші, 9-ші теңдеулерді тексеріп шығыңыздар. Келесі 105-ші тапсырма. Теңдеуді шешу керек. 12x тең 60. 12x деген яғни 12-нің x-ке көбейтіндісі. Ендеше x тең болады 60 бөлу 12. X тең 5. Екінші 33. Y тең болады 132. Y тен болады 132 бөлінген 33. Y тен 4. Үшінші, 51 Z тен 357. Z тен 357 бөлінген 51. Z тен 7. Қалған теңдеулерді тексеріп шығыңыздар. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Келесі 106-шы тапсырма. Марат түстен кейін түске дейінге қарағанда 2 балықты кем аулады. Ол барлық аулаған балықтарының жартысын атасының үйіне қалдырғанда өзінде 5 балық қалды. Марат түске дейін неше балық аулады? Сонымен жартысы дегеннен кейін не істейміз? X қосылған X азайтылған 2 тең болады 10. Бұған біз яғни X дегеніміз бұл жерде түске дейін ауланған балық саны. 2x тең болады 12. Сонда x тең болады 6. Сонда жауабы Марат түске дейін 6 балық аулады. Ал 10-ды біз мына жерде x қосу x азайтылған 2 тең болады 10 дегенді қайдан алдық? Себебі өзінде 5 балық қалды. Түсінікті ғой? Ол аулаған балықтан жартысын атасының үйіне қалдырды. Ендеше 5-тің 2-ге көбейтілсе 10 болады. Сондықтан бұнда біз сіздермен осындай теңдеу құрадық. X қосу X азайтылған 2 тең болады 10. Сонда ол түске дейін бізде неше балық аулады? 6 балық аулады. Ал түстен кейін түске дейінге қарағанда 2 балықты кем аулады. Неше 6-тан 2-ні азайтсақ 4. Сонда түске дейін 6, түстен кейін 4 балық аулапты. 107-ші тапсырма. Әсем пойыздың басынан есептегенде 7-ші вагонға отырды. Марина пойыздың соңынан есептегенде 7-ші вагонға отырды. Сонда қыздар бір вагонда болды. Пойызда неше вагон болған? Енді көрейік. 7 қосу 7 азайтылған 1 тең болады 13. Сонда жауабы пойызда 13 вагон болған. Келесі 108. Дүкендегі орам матадан 16 метр мата сатылды. Қалған матадан әрбір көйлекке 3 метрден жұмсақ 8 көйлек тігілді. Дүкендегі орам мата алғашқыда неше метр болған? Енді шешуін қарайық. 3-тің 8-ге көбейтіндіктен болады 24 метр, себебі әрбір көйлекке 3 метр жұмсалды. Ал бізде 8 көйлек тігілді, сонда 24 метр мата. Орам матадан 16 метр сатылған дейді. Сонда 24-ті 16-ға қосамыз, тең болады 40 метр. Жауабы орам матада 40 метр мата болған. Сонда бұнда жауабы бізде В жауабы болады. В. Келесі, 2-ші тапсырманы қарайық. Қоймадағы ұннан 165 тонна ұн сатылған соң, қалған ұнды әр қайсына 3 тоннадан 14 машинаға тиеді. Не белгісіз? Сұрақ қойыңдар. Енді бұл жерде бізде не белгісіз? Қоймада барлығы алғашында неше тонна ұн болғаны. Енді табайық. 3 тоннадан 14 машинаға тиесе, 3-тің 14-ке көбейтіндісі тең болады 42 тонна. Ал сатылғанға дейін
яғни сатылған соң 165 тонна болады. Ендеше қосамыз, 42-ке 165-ті қосамыз, тең болады 207. Жауабы қоймада алғашында 207 тонна ұн болған. Келесі 109-шы тапсырма теңдеу. Теңдеуді шешу керек. Қарайық. Жақшаның ішінде x азайтылған 19, жақшаны жабамыз, көбейтілген 9. Тең болады 126. X азайтылған 16 тең болады 126 бөлінген 9. X азайтылған 16 тең болады 14. X тең болады 14 қосылған 16. X тең болады 30. Сонымен, яғни X тең бізде нешеге? 30-ға. Келесі тіктеулерді дәл солай тексеріңіздер. Келесі 110-шы тапсырма болды дәл сол сияқты, яғни 109-шы тапсырмаға ұқсас теңдеуді шешу керек. Оқушылар, бұнда өздеріңізге тексеруге болады. Келесі 111-ші тапсырманың екіншісіне қарайық. АБ кесіндісінің ұзындығы 40 см. АБ кесіндісі С және Д нүктелерімен АС, СД және ДБ кесінділеріне бөлінген. СД кесіндісі АС кесіндісінен 4 см ұзын, ал ДБ кесіндісінен 2 есе қысқа. АС кесіндісінің ұзындығын табыңдар. Енді кәне шешуіне қарайық. X азайтылған 4 азайту АС кесіндісінің ұзындығы. X CD кесіндісінің ұзындығы болады бұл. Енді бұдан біз теңдеу қарастырамыз. X қосылған X азайтылған 4 қосылған 2X тең болады 40. 4 ықшамдаймыз. Ықшамдаған кезде 4X тең болады 40-тың 4-ке қосындысы. 4X тең болады 44, X тең болады 11. 11-ден 4-ті азайтамыз 7. Сонда жауабы АС кесіндісінің ұзындығы бізде 7 сантиметр. 112-ші тапсырма. Балықшылар барлығы 324 балық аулады. Ондағы алабұға шорттаннан 3 есе артық. Бірақ табан балықтан 17-ге кем. Сазан табан балықтан 2 есе артық. Балықшылар неше шорттан аулады, неше сазан аулады. Енді X дегеніміз ол шорттан дейік, себебі біз білмейміз. 3X дегеніміз ол алабұға, себебі былай деп тұр. Ондағы алабұға шорттаннан 3 есе артық дейді. 3X. 3X қосылған 17 бұл табан балық бізде. Енді құрастырайық. 2 жақшаның ішінде 3X қосылған 17 неге 2? Себебі ол сазан. Табан балықтан 2 есе артық деп тұр. Бұл сазан. Болдық. Енді біз барлығын белгіледік. Ендеше осыдан біз сіздермен енді теңдеу қарастырамыз. Жазамыз. X қосылған 3X қосылған 3X қосылған 17 қосылған 2 жақшаның ішінде 3X қосылған 17 жақшаны жабамыз, тең болады 324. Барлық балық бізде 324. Енді ықшамдаймыз. 7X қосылған 17 қосылған 6X қосылған 34 тең болады 324. 7X-ті 6X-қа қосамыз 13X тең болады 324-тен азайтамыз. 17-34-ке қосындысы 51. Азайтамыз 51-ді. 13X тең болады 273. X тең болады 273-тің 13-ке бөліндісі. X тең болады 21. Сонда шорттан бізде 21. Енді шорттан бізде 21. Алабұға 3 есе артық. Енше 3-ке көбейтеміз 51. Келесі сазан табамыз, бізге былай деп тұр, неше сазан аулады деп тұр, Жақшаның ішінде 3 көбейтілген 21 қосылған 17, жақшаны жабамыз, көбейтілген 2. Тең болады. 3-тің 21-ге көбейтіндісі 63, 63-ті 17-ге қосамыз. 80, 80-ді 2 көбейтен 160, сонда бізде сазан 160. Жауабы балықшылар 21 шорттан және 160 сазан аулады. Келесі 113-ші тапсырма. Әкесі неше жаста болса, баласына сонша ай. Екеуінің жастарының қосындысы 39 жыл. Баласы неше жаста? Енді көрейік. X бұл баласының жасы. Y әкесінің жасы. Y тең болады 12 көбейтілген X. X қосылған Y тең болады 39.
x қосу 12 көбейтілген x тен болады 39. 13 x тен болады 39. X тен болады 3. Сонда жауабы баласы 3 жаста дейді. Түсіндіңіздер ме? Баласы 3 жаста. 3 жас дегеніміз ол бізде 36 ай. Түсінікті ғой? Ал әкесі бізде нешеде? 36-да сонда болып тұр. 36-ны 3 жасқа қосамыз, сонда неше? 39 жыл болады. Келесі 114-ші тапсырма. Бұнда да теңдеу бойынша енді есеп құрастыру керек. Бізге теңдеулер берілген, сөз есеп құрастырамыз. Қарайық. Бірінші 250 азайту 3y тен болады 115. Бұған есеп мұндай. Кітапханада барлығы 250 кітап бар. Әр бала 3 кітаптан сатып алған соң, кітапханада 115 кітап қалған. Неше бала кітап сатып алған? Екінші теңдеуге қарайық. X қосылған 3x қосылған 2 көбейтілген 3x тен болады 120. Бұған сөз есеп. Дүкенде барлығы 120 шар бар. Қызыл шарлар көк шарлардан 3 есе көп. Ал жасыл шарлар қызыл шарлардан 2 есе көп. Дүкенде қанша қызыл шар бар? Келесі, және үшінші жақшаның ішінде 48 азайту x, жақшаны жабамыз, бөлінген 8 тен болады 4. Тыңдайық, дәмханада 48 бәліш болған, оның бірнешеуі сатылды. Сатылмаған бәліштерді 4 адам әр қайсысы 8-ден сатып алды. Алғашында неше бәліш сатылған? Келесі 115-ші тапсырма теңдеудің түбірін таңдау тәсілімен табыңдар. Яғни x көбейтілген x қосылған 60 тен болады 85. Бұнда яғни бізге таңдау тәсілімен немесе шығаруға болады. Тексеріп шығыңыздар теңдеулерді. Келесі 116. Бұнда да теңдеудің түбірін табыңдар. Яғни мұндағы бізде a-ның орнына қоямыз. Сонда a-ның, b-ның, c-ның, d-ның орнына қойған кезде x-ті табасыңдар. Оны да өздеріңіз тексеруге болады. Келесі 117-ші тапсырма теңдеудегі x-тің мәнін табыңдар. Бұнда да дәл солай қараңыздар. Яғни бұнда нешеге тең болатынын, мұндағы қанша болатынын қоясыздар орын-орнына. Келесі 118. Олжас 19.200 теңгеге 2 тоты құс, 1 күшік және 1 мысық сатып алды. Күшік мысықтан 3 есе қымбат, ал тоты құстан 2 есе арзан. Мысық неше теңге тұрады? Тоты құс неше теңге тұрады? Есептейік. X дегеніміз мысық. 3x дегеніміз күшік. 6x дегеніміз тоты құс. Енді теңдеу құрамыз. X қосылған 3x қосылған 6x тен болады 19.200. 12x тен болады 19.200. X тен болады 19.200-ді бөлеміз 12-ге. X тен болады 1200 теңге. 6 көбейтілген 1200 тен болады 7200 теңге. Жауабы мысық 1200 теңге, тоты құс 7200 теңге тұрады. Келесі 119-шы тапсырма. Үш бұрыштың бірін енді шешуіне қарай. Және екінші қабырғалы қосындысы 41 см. Бірінші және үшінші қабырғалардың қосындысы 32 см. Енді бізге тапсырма былай делінген. Үш бұрыштың периметрі неше сантиметр? Үш бұрыштың екінші қабырғасы неше сантиметр? Шешуіне қарайық. А дегеніміз бұл бірінші қабырға, Б дегеніміз екінші қабырға, С дегеніміз үшінші қабырға. Енді жазамыз. А қосылған Б тен болады 37. Б қосылған С тен болады 41. А қосылған С тен болады 32. Енді тауып көрейік кәнекем. Яғни бұл жерде біз сіздермен істейміз. Б тең бізде 37 азайтылған А. С тен болады бізде 41. 44 қосылған А. А тен болады бізде 14 сантиметр. Б тен болады 37-ден 14-ті азайтамыз 23 сантиметр. С тен болады 4-ті 14-ке қосамыз. Тен болады 18 сантиметр. Яғни біз орын-орнына қойдық. Сонымен енді периметрін табамыз. Бізге белгілі ғой енді А қаншаға тең, Б қаншаға тең, С. Яғни периметрін табу үшін барлық қабырғаларын қосамыз. Ол үшін естеміз 14 қосу 23, қосу 18 тен болады 55 сантиметр.
Сонда жауабы үш бұрыштың периметрі 55 сантиметр, екінші қабырғасы 23 сантиметрге тең. Түсінікті ғой, иә? Сонымен қанша екені бізге белгілі болды. Келесі тапсырма 120. Үш қорапшаға шарлар салынған. Бірінші қорапшадан 7 шарды, екінші қорапшаға салғанда, онда 12 шар қалды. Екінші қорапшадан 3 шарды үшінші қорапшаға салғанда, 3 қорапшадағы шарлар саны тең болды. Алғашқыда бірінші қорапшада, екінші қорапшада, үшінші қорапшада неше шар болған? Енді көрейік. X деген бұл екінші қорапша. X қосылған 7 азайтылған 3 тең болады 12. X тең болады 8. Енді Y деген үшінші қорап. Енді қарайық, үшінші қорап. Y қосылған 3 тең болады 12. 12 шар қалған. Y тең болады 9. Сонда 12-ні 7-ге қосамыз, тең болады 19. Бұл бірінші қорапта. Сонда көрдіңіздер ме, жауабы бізде бірінші қорапта 19 шар, екінші қорапта 8 шар, ал үшінші қорапта бізде 9 шар болды екен. 121-ші тапсырма. Хан Тәңірі шыңы Талғар шыңынан 2022 метр биік. Манас шыңы Талғар шыңынан 491 метр аласа, ал Мұзтау шыңынан 24 метр аласа. Хан Тәңірі шыңының биіктігін ақпараттық көздерден іздестіріп тауып, оны белгілі деп есептеп, Манас, Мұзтау, Талғар шыңдарының биіктіктерін есептеп тауып, кестені толтырыңдар. Енді қарайық кестеге. Сонымен шың аттары бізде Манас, Мұзтау, Талғар, Хан Тәңірі биіктігін жаздық. Сонымен Манастың биіктігі бізде 4497 метр, Мұзтау 4521 метр, Талғардікі 4988 метр, және Хан Тәңірі 7010 метр екен. Осымен оқушылар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.